Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Топан су басталғанда Нұх кемеге барлық жан-жануарды асығыс кіргізіп жатты. Есек кіріп келе жатқанда ібіліс оны арбап: «Есек, саған ерекше қасиет біткен. Ешқашан досқа қиянат жасамайсың. Мені топан суға қалдырмай, өзіңмен бірге кемеге алып кір», деп жалынады. Есек келісті. Екеуі ішке ұмтылды. Есікке жақындағанда ібіліс: «Нұх мені кіргізбейді, құйрығыңа тығылып кірейін», деді. Есек мақұл деді. Ібіліс есектің құйрығынан ұстап алды да кері қарай сүйрей жөнелді. Есек шыдай алмай ақырып жіберді. Кемеден қалып кетермін деп шошып зәрін жіберді. Тар жерде топырлап тұрған хайуандар азан-қазан болды. Нұх есекке жекіп: «Кірішке», деді. Есек кірейін десе, сайтан құйрығынан тартып жібермеді. Ол төрт аяқтап тұрып қалды. Нұх екінші рет: «Әй малғын, өткелді бөгемей кірішке», дегенде есектен бұрын ібіліс лып беріп кемеге жайғасты. Нұх оны көріп: «Әй сайтан, шық, сені ешкім шақырған жоқ», деді. Ібіліс: «Әлгінде маған кір малғын деген өзің, малғын менмін, әміріңмен кірдім», деді. Нұх сөзден жеңілген соң есекке қарап: «Көрген күнің қараң болар, жүрісің шабан болар, жегенің сабан болар, етің арам болар», депті. Осыдан бастап есектің еңбегі адал болғанмен еті арамға айналды. Оның әліге дейін өткелден өтерде суға зәр жіберетін жаман әдеті осы оқиғадан қалыпты. Қазірде есек ібілісті көрсе, өткелдегі оқиға есіне түсіп, ақырып, жаны қалмай қорқады екен. Нұх ібіліске не амал қыларын білмей қатты састы. Сол кезде Тәңірісі: «Әй Нұх, ібіліске тиіспе. Мен оған қияметке дейін тірі жүретін ғұмыр бердім. Ол адамзатпен бірге өмір сүреді», деді. Сосын барып пайғамбардың уайымы басылды. Бір күні ол ібіліске уағыз айтып, бетін бері бұрмақ болды. Ібіліс оған: «Әй Алланың елшісі, менің тәубе еткім келеді. Сен пайғамбарсың, Құдайға сөзің өтеді. Тәңірге дұға етші, менің күнәмді кешіп, тәубемді қабыл етсін», деді. Нұх қуанып кетіп: «Уа жасаған ием, мына ібіліс малғын тәубе етіп отыр, тәубесін қабыл етіп, күнәсін кеше көр», деді. «Әй Нұх, мен кешірімді аламын. Дүниеде мен кешпейтін күнә жоқ. Ібіліс әлімсақта адамға сәжде етпей, қасарысып менің дәргейімнен қуылып еді. Егер адам атаның мүрдесіне сәжде етіп, менің озалдағы әмірімді орындаса, барлық күнәсін кешемін», деді. Нұх сайтанға қарап: «Адамның мүрдесіне бір мәрте сәжде ете салсаң, Құдай күнәңді кешіреді», деп өтінді. Сонда ібіліс: «Мен адам атаға тірі кезде сәжде етпеп едім. Енді өлі денесіне сәжде етемін бе?» деп қарсы сұрақ қойды. Нұх сонда барып, сайтандағы тәкаппар мінездің әлі сынбағанын түсінді. Негізінде, ең үлкен қателіктердің басында қашанда тәкаппарлық тұрады. Тәкаппарлықтың биік шыңы өзіңді өзгеден биік санау, өзгеге жоғарыдан көкіректі керіп сөйлеу, адамды менсінбеу, адам құрлы көрмеу, кекетіп, мұқатып, кемшілігін бетіне басып, сөзбен жанды жерін шымшып отыру. Қысқасы, өзіңді зор, өзгені қор көріп, істейтін іс-әрекеттің бәрі тәкаппарлық болып саналады. Тәкаппарлық қуыс кеудеден пайда болады. Тәкаппарлық бұл жаман қасиет. Адам дүниеге келгенде тәкаппар болып туылмайды. Адам туылғанда таза, пәк күйінде болады. Тәкаппарлық адам баласына жолдан жабысатын мінез. Бір-екі белестерді бағындырған кезде, бір жұмыстарын өрге домалаған кезде, жолы ашылып, армандаған армандарына, алға қойған жоспар мақсаттарына жеткен кезде, бір кісілерде тәкаппарлық мінез пайда болады. Бәріне өзім жеттім, өз қолымды өз аузыма өзім жеткіздім деп көкірегін ұра бастайды. Негізінде олай емес екенін, Алланың берген бағы, сыйы, несібесі екенін
ұмыт қалдырады. Пенде болған соң адам өзгеріп отырады. Бір көңіл күйге, бір эмоцияға, бір жағымды сәттерге байланысты адам өзгеріп отыруы заңдылық. Десек те, тәкаппар болып өзгеруден аулақ болғанымыз жөн. Өйткені тәкаппар болғаның Алланы ұмытқаның. Менменсінген жүректен иман кетеді. Тәкаппарлық жайлы сөз қозғағанда Абай атамыздың сөзі ойға оралады. Адам бір, боқ көтерген боқтың қабы. Боқтан сасық боласың, өлсең тағы. Менімен сен тең бе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі, ол баяғы. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.